Абыр-сабыр халық, қызыл кілем, мерекелік көңіл күй. Бүгін Шымкентте үлкен медиа оқиға. Еліміздің ақпараттық кеңістігі жаңа телеарнамен толықты. Әділет телеарнасы ресми түрде ашылып, алғашқы қадамын жасады. Салтанатты шараға жиналған халықтың қарасы қалың, ал жаңа телеарнаның алға қойған мақсаты мен күтері мол. Әділет ТВ осы елдің, қоғамның қазіргі қандай жағдай болып жатырған, халықтың сөзін сөйлейтін телеарна болады. Сонымен қатар қазіргі кезде міне бұл тек қана оңтүстіктің ашылған телеарнасы емес, бүкіл елімізге осы Шымкенттің тынысын жеткізетін, халықтың сөзін сөйлейтін телеарна болады деп сенемін. Мерекелік жиынға қатысушылар баспасөздің ел болашағындағы маңызына ерекше тоқталды. Ақпарат кімнің қолында болса, жеңіс соныкі. Бүгінгі көрерменнің де талғамы биік, талабы мықты. Сондықтан әр жобаның мазмұны терең болуы тиіс дейді тілеулес қонақтар. Бүгін қазақ медиасына жаңа арна қосылып жатыр. Атауының өзі әділет. Нақты айқын бағдарламаларды көпшілікке тың мәліметтерді ұсыну мақсатында ұсынылған арна деп білеміз. Жалпы бұл арнаға әділет арнасы болғандықтан мұнда жай адамдар жұмыс жасамау керек. Бұл жерде қаламы мықты, сондай қарқынды тың мәліметпен бөлісіп отыратын журналистерді көргіміз келеді. Ақпарат кеңістігінде жаңа телеарна ашылып жатыр. Осы ашылып жатқан телеарна еліміздің дамуына үлкен серпін беріп, жаңа қадам басып отыр. Еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына үлкен үлес қосады деп сенеміз. Ұжымның жұмысына табыс тілейміз. Телеарнаның ашылу салтанатына белгілі қоғам қайраткерлері, мемлекеттік қызметшілер, бұқаралық ақпарат құралдарының ардагерлері, сала мамандары, Түркістан облыстық, Шымкент қалалық мәслихат депутаттары қатысты. Жаңадан ашылған телеарнаға тек сәттілік тілейміз. Көптеген естіп жатырмыз. Бүгін ғана салтанатты ашылуына қонақ болып келгенбіз. Енді бұл жөнінде осы ақпараттық жолында тек сәттілікті тілейміз және тек жақсы жаңалықтарға толы болсын. Бүкіл оңтүстік өңірінде бір қуанышты жағдай, бір мерекелік күн болып жатыр. Мінекей бүгін телеарнаның тұсаукесер мерекелік бір несі болып жатыр, іс-шарасы. Мінекей біз Шағалалы Шардарадан осы әділет телеарнасының ашылуына арнайы келіп құттықтауымызды айтқалы отырмыз. Тек қана әділет беретін, нақты деректерді көрсететін телеарна болып творческих табыстарға жете берсін. Арнайы шақырылған қонақтар телеарнаның тыныс-тіршілігімен танысып, жаңа жобаларын көрді. Заңға сүйен, берекелі өңір, өнім KZ, киелі мекен, зерде, адал азамат бағдарламаларының мақсаты айқын, ел мүддесін қорғап, ұлттың ұйысуына, ұлтқа қызмет ету.